Oyna da söyle. Сәлем, мен кішкентай досым. Мен сені көргеніме сонда қуаныштымын. Қарашы, бұл кішкентай қорапша. Вау! Бұл қызыл қорапша. Қарашы, қорапшаның көзі, қасы және аузы бар. Қалай ойлайсың, бұл қандай эмоция? Қане көрейік. Оның қастары міне осындай. Маған біздің қорапшамыз ашулы сияқты көрінеді. Иә. Сен ашулы кейіп көрсете аласың ба? Иә, ашулану бұл қалыпты жағдай. Бәріміз де кейде ашуланамыз. Бірақ ашу тез тарқауы үшін былай істеу керек. Ауаны ішке тартып, шамшырақты үрлейміз. Тағы бір рет. Ауаны ішке тартып, шамшырақты үрлейміз. Қалай жақсы болып қалғанын сезіп тұрсың ба? Иә, жарайсың. Қарашы, мынау бала, ол ашуланып тұр. Оны бірдеңе ренжіткен сияқты. Кәне, оған ашуды жеңуді үйретейік. Ауаны ішке тартып, шамшырақты үрлейміз. Қарашы! Біздің қолымыздан келді. Біз баланы ашуды жеңуге үйреттік. Иә! Ауа райы қандай тамаша. Катя апай өте көңілді. О, жоқ! Шар ұшып кетті. Катя апай, ауаны ішке тартып, шамды үрлеңізші. Мүмкін қалтада тағы бір шар бар шығар? Әрпі қайда жасырынған? Осы сөздердің қайсысы К әрпінен басталады? К әрпі доптың астында ма? Жоқ, доп да әрпінен басталады. Да, доп. Ол тасбақаның астында ма? Жоқ, тасбақа Т әрпінен басталады. Т, тасбақа. Ол күннің артында ма? Иә, міне. Күн К әрпінен басталады. К, күн. Орманға біз барамыз, жайлап қадам жасаймыз. Қара, қара айнала, не көрдің сен бала? Бұл қоян! Қоян шықты секіріп, секір, секір тезірек. Қоян шықты секіріп, секір, секір тезірек. Орманға біз барамыз, жайлап қадам жасаймыз. Қара, қара айнала, не
көрдің сен бала? Бұл құс. Құс ұшты жоғары, қолымызды көтерейік. Құс ұшты жоғары, қолымызды көтерейік. Орманға біз барамыз, жайлап қадам жасаймыз. Қара, қара айнала, не көрдің сен бала? Бұл аю. Аю келді баяулап, ауыр басады. Аю келді баяулап, ауыр басады. Орманға біз барамыз, жайлап қадам жасаймыз. Ой, бұл не дыбыс? Жасырын, тез. Бұл қасқыр. Қашайық тез үйге бас, жүгір тезірек. Қашайық тез үйге бас, жүгір тезірек. Үйге жеттік біз. Өте көңілді болды. Тағы бір қорапша. Вау! Бұл қорапшаның түсі қандай? Иә, сары түсті. Қалай ойлайсың? Бұл қандай эмоция? Иә, қуаныш. Бұл қорапша өте қуанышты. Сен қуанышты кейіп көрсете аласың ба? Жарайсың. Сені не қуантады? Вау! Маған бұл қорапшаның ішінде біреу тұра алатын сияқты көрінеді. Бір көңілді әрі қуанышты кейіпкер. Мысалы, әже. Қарашы, бұл әже. Ол қуанышты және жымиып тұр. Оған бұл қорапшаның ішінде жақсы болады. Бұл балалар неге қуанышты? Иә, өйткені оларға әткеншекте екеулеп теңселу өте көңілді. Қарашы, бұл марғау. Ол сондай мұндар. Мүмкін біз оған көмектесе алармыз. Кәне, оған сүт құйып берейікші. Иә, сүт. Біздің қолымыздан келді. Біз оған көмектестік. Енді ол өте көңілді. Жарайсың. Маған тағы бір жерде қорапша бар сияқты көрінеді. Иә, міне ол. Ол көгілдір түсті. Иә, ол көгілдір түсті. Бұл қорапшаның эмоциясы қандай? Иә, ол мұңды. Мұңаю бұл қалыпты жағдай. Сен мұңды кейіп көрсете аласың ба? Иә, маған да кейде мұңды болады. Иә, мұңаю бұл қалыпты жағдай. Сені не ренжітеді? Иә, маған мұңды болғанда, кіммен болса да сөйлесу көмектеседі. Иә,
сезімдеріміз туралы айтқан кезде бұл бізге көмектеседі. Бұл бала неге мұңайып отыр? Иә, өйткені ол футбол ойнағысы келеді, бірақ далада жаңбыр жауып тұр. Маған көңілді ла-ла-ла-ла-ла, маған көңілді шап-шап-шап. Маған көңілді ла-ла-ла-ла-ла, маған көңілді шап-шап-шап. Бүгін мен мысық пен итті саламын, сосын далаға шығып добыммен ойнаймын. Бүгін мен сүйікті әндерімді айтамын, және де былай айналып секіремін. Маған көңілді ла-ла-ла-ла-ла, маған көңілді шап-шап-шап. Маған көңілді ла-ла-ла-ла-ла, маған көңілді шап-шап-шап. Егер жаңбыр жауса, жаңбырда билеймін. Егер қар жауса, қар бүршігін ұстаймын. Егер тоңсам, анам ыстық шай береді. Ал егер бірдеңе шықпай қалса, мен бәрін қайта бастаймын. Маған көңілді ла-ла-ла-ла-ла, маған көңілді шап-шап-шап. Маған көңілді ла-ла-ла-ла-ла, маған көңілді шап-шап-шап. Келесі қай қорапша болады екен? Бұл күлгін қорапша. Қандай? Күлгін, иә. Бұл қандай эмоция екенін білесің бе? Бұл таңғалу. Біздің қорапшамыз таңғалып тұр. Сен таңғалған кейіп көрсете аласың ба? Кәне, көз алдымызға тортты елестетейікші. Ал кейін ол жоқ болып кетеді. Ал содан кейін ол қайтадан пайда болады. Жарайсың! Қарашы, бұл ата! Ол сондай таңқалып тұр. Сен де ата сияқты істей аласың ба? Жарайсың! Біздің атамыз қорапшаның ішінде болсын. Бұл балапан сондай мұңды. Ол анасын таба алмай жүр. Кәне, оны бірге шақырайық. Сен дайынсың ба? 1, 2, 3. Анашым! 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 Бәрекелді! Ол келді! Енді ол бақытты. Ашамыз, жабамыз, ашамыз, жабамыз. Ал енді шапалақтайық, шап, шап, шап. Ашамыз, жабамыз, ашамыз, жабамыз. Тағы да шапалақтайық, шап, шап, шап.
жүгірді саусақтар, көзді көрсет. Жүгірді саусақтар, қасты көрсет. Жүгірді саусақтар, мұрынды көрсет. Жүгірді, бұл не екен? Ауыз. Ашамас, жабамас, ашамас, жабамас. Ал енді шапалақтайық, шап, шап, шап. Ашамас, жабамас, ашамас, жабамас. Тағы да шапалақтайық, шап, шап, шап. Бұл қай саусақ, бұл бас бармақ. Бұл қай саусақ, бұл балан үрек. Бұл қай саусақ, бұл ортан терек. Бұл шылдыр шөмек, ал бұл кішкентай бөбек. Ашамас, жабамас, ашамас, жабамас. Ал енді шапалақтайық, шап, шап, шап. Ашамас, жабамас, ашамас, жабамас. Тағы да шапалақтайық, шап, шап, шап. Біздің ең соңғы қорапшамыз. Қара түсті қорапша. Бұл қандай эмоция екенін білесің бе? Бұл қорқыныш. Иә, біздің қорапшамыз қорқып тұр. Қорқу бұл қалыпты жағдай. Мен де кейде қорқамын. Иә, мысалы, күн күркірегенде қорқамын. Бірақ кейін ол басылады, сосын мен қорықпаймын. Саған қорқынышты болғанда, анаңды немесе әкеңді құшақтай аласың. Сонда сен қорықпайтын боласың. Бұл балалар неге ашуланып тұр? Иә, өйткені екеуі де бір ойыншықты қалап тұр. Мүмкін олар бұл ойыншықпен кезекпен немесе бірге ойнай алар еді. Мысалы, мына балалар сияқты. Бұл өте тамаша. Хей, досым! Кәне, кішкене билеп жіберейікші. Билегін келе ме? Иә! Ал билейміз! Қал! Билейміз! Қатып қал! Билейміз! Қатып қал! Күшті! Бұл сонда қызықты болды. Билеп жүріп, кенеттен тоқтай қалу. Сен жарайсың! Білесің бе, көп билеген кезде көңіл күйің әрқашан жақсы болады. Иә! Кәне, тағы билеп жіберейік. Қатып қал! Билейміз! Қатып қал! Ал енді жүгіреміз! Қатып қал! Жүгіреміз! Қатып қал! Жарайсың! Маған сенімен бірге өте көңілді болды. Сау бол! Сау бол!